Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен хичины жасаймыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің арнама жазылғаннан кейін колокольчик шығар, соны да басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші біз картофельный пюремізге сыр саламыз. Сырдың орнына ірімшік те салуға болады. Енді араластырамыз. Картоптың жылы болғаны дұрыс. Енді үстіне тұз бұрыш саламыз. Бірінші тұз. Енді үстіне бұрыш. Араластырамыз. Енді үстіне ұн сала отырып қамыр жасап аламыз. Мінекей бізде жұп-жұмсақ, жұп-жылы қамыр шықты. Енді біз оны күлшелеп аламыз. Менің алақаныммен екеу шықты. Сіздер өз сковородкаларыңызға қарай күлше жасай берсеңіздер болады. Енді қамырларымызды жайып аламыз. Жайған кезде ұнды аямау керек, әйтпесе жабысып қалады. Қатты күш салудың керегі жоқ, себебі ол өзі де жұмсақ. Мінекей достар, біз қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алдық. Енді біз оны сковородкада пісіреміз. Достар, енді пісіріп алайық. Біз орташа отта астын майдалаған сковородкада пісіреміз. Бір хичины 4-5 минут піседі. Енді екінші бетіне аударамыз. Үстіне қарағанда асты тезірек піседі. Енді оны аламыз. Ыстық күйінде бетіне сары май жағып аламыз. Бетіне жағып шығамыз. Мінекей достар, біздің хичинымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі, жұп-жұқа және өте дәмді. Егер де сіздерге менің рецептімді лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы хичины туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.